асыл діннен алшақтап, Алланың көмегімен еліміз егемендікке ие болып, дініміз бен діліміз қайта оралды. Десек те дін бостандығы заңын пайдаланып, даламызға жат діндер де ағылды. Жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ та көбейіп, халық та азғыруға кірісті. Рухани шөлдеген жастарды тұзақтарына түсіріп, ұлы сусындарын оларға ұсынды. Кішкентай сәбиге тәтті ұсынып, кей істі жасатқандай ақша беріп, діндерінен аздырды. Нәтижесінде ұлттық құндылықтарын бағалай білмейтін, тарихын, тілін білмейтін жастар олардың арттарынан ере кетті. Расында да солай. Олардың арасында тарихын, тілі мен дінін қастерлеген ешбір жанды көрмейсің. Ол ағымдар не үшін келді екен дерсіз, оның жауабы мынау: олардың ешқайсысы да елімізге жаны ашып, қазағым аман болсыншы, биік шыңдарға көтеріле берсінші деп келген жоқ. Керісінше, егемендігі бекіген, байрағы ақсақтаған елімізді сол көтерілген биіктен құлату үшін келгені айдан анық. Ондайлардың көше кезіп, түрлі түсті әсем көркемделген кітаптарды тегін тарататындығын білеміз. Bir сәт болса да ойланайықшы, осындай ауқымды шаралар өткізу үшін олар қаражатты қайдан алады екен? Тегін кітап таратса, мұқтаж адамдарға қаржылай көмек көрсетсе, осының бәріне ақша қай жақтан құйылып жатыр? Осының барлығы күмән туғызбай ма? Жеке адамның берген садақасынан мұндай жасау әсте мүмкін емес. Демек, жоғарыда айтқанымдай, теріс пиғылдар әшкереленіп тұрған сияқты. Мұның бәрі аздай сол секталардың басына өзіміздің қазақ іні қарындастарымызды басшы етіп қоюларына не дерсің? Мұнда бір теріс пиғылдың жатқаны аңғарылады. Ол да бір жанама іспеттес. Жиындарда мұндайлардың Құдай иеміз Иса деген сөздеріне ашынасың-ау. Ата діннің аз дүние сатып, басқа дінді мойындаған адам, Алла сақтасын, бір жағдай бола қалса, елінде сатып кетері анық. Міне бүгін осы өз ішімізден шыққан қара көздеріміз қазақтың қара домалақ балаларын арттарына ертіп, өзге діннің жетегіне әкетуде. Осы секта маған қиналған кезімде қол ұшын беріп көмектесті деп сол дінді қабылдаған жол болсын. Сонда келесі бір дін өкілдері одан артық көмек етсе, солардың дінін қабыл етер ме екен? Бұл қандай таңдау? Дін жүрекпен қабыл етілмей ме? Ең сорақысы, ертең Алланың жазып қойған ажалы келе қалса, қай зиратқа жерленеді? Артында қалған туыстарына қиын болары сөзсіз. Атам қазақ алдын алу мақсатында өзіне қол жұмсағандарды жеке жерлейтіні баршаға аян. Аты ғана қазақ болған бұлардың киімімен табытқа салып көміп жатқанын елестетудің өзі ауыр тиеді. О дүниеге барғанда жағдайы не болады екен деп күрсінесің де қоясың. Әңгіменің басында тілге тиек еткен кітаптардың мазмұнына назар аударсақ, олардың ішінде Құран аяттарында қолданылғанын көресің. Дініміз әртүрлі болғанымен Құдайымыз бір. Алла тағаланың 100-ші атын білмейсің бе деген уәждер айтып, діннің негізін білмейтін бауырларымызды алдап-арбап басын қатырады. Бұлайша адамды алдап арбау жолымен дінге шақыруға болмайды. Басқа дінді жамандап та жетістікке жете алмассың. Тек өз дініңді ақиқат екенін дәлелдеп көрсете білгін. Алла тағала Құранның Ан'гам сүресінің 108-ші аятында: олардың Алладан өзге сыйынғандарын жамандамаңдар, олар білмей шектен шығып Аллаға тіл тигізеді деген. Бір елді бір патша мен бір заң болғандай, жаратқан иемізде бір жолымызда бір болу тиіс. Алла тағала өзінің қасиетті кітабында Алланың алдында хақ дін ислам діні, оған еш серік қоспаңдар деп ескертеді. Еште болса кеш жақсы. Демекші, дін туралы жаңа заң қабылданып, секталарда сүйелгендей. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, еліміз 3888 діни бірлестік тіркеуден өткен. Осының 2500 жуығы мешіттер. Десек те қол қусырып отыруымыз болмайды. Біз толеранттылықты, конфессиялық татулықты жалау етіп ұстанған еліміз. Алайда теріс пиғыл, арам оймен келгендерге мақсаттарын айқындап, біз жол бермеуіміз керек. Аталарымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен аманат етіп қалдырған байтақ жерімізге ешкім көз алартуға тиіс емес. Ал ақ ниетпен келгендерге есігіміз ашық, құшақ жая қарсы аламыз. Бір африкалық президент олар бізге келгенде олардың қолында інжіл болды. Бізде жеріміз бар еді. Олар бізге көз жұмып құлшылық
қылыңдар деп әмір етті. Көзімізді ашқан кезде біздің қолымыз Інжіл, ал олардың қолында біздің жеріміз қалды деген еді. Бұл ащы да болса шындық. Көзімізді ашпасақ, Алла сақтасын, бізде солай болары анық. Кезінде бір патша көршілес елді алмақшы болып тыңшылап жіберіпті. Біраз уақыттан кейін әлгілер мынадай хабар әкеледі: әуелгісі мен көшеде келе жатып жылап отырған жас жеткіншекке кезіктім. Себебін сұрағанымда ол маған әкем садақ атуды үйреткен еді, мен үйрене алмай қойдым деп жауап қатқанын айтады. Екіншісі, мен базарларда бір әйел көрмедім дейді. Үшіншісі, үйлеріне барып тыңдағанда үйлеріне тек Құранның азанын әуен естідім дейді. Патша ол елді ала алмайтынын айтады. Кейін патша ол елдің жұртын жезөкше әйелдерді жіберу табақсыз тәсілдер арқылы іріткі салып бұзуны қолға алады. Бірер жылдан кейін тыңшыларын тағы атандырады. Соңғылардың әкелген хабары мынадай болады: біріншісі, көшеде жылап отырған жас жігітке кезіктім. Себебін сұрағанда ол менің жақсы көрген бір қызым бар еді, сол қызымды жолдасым алып қойды деп айтқанын жеткізеді. Екіншісі, мен көшеде әр базарларда еркек пен әйелдерді араласып кеткенін байқадым. Ал үшіншісі, үйлерінде барып тыңдағанда үйлерінде Құранның азан әуен естімедім дейді. Мұндай естіген патша міне осы елді енді жаулап ала аламыз деп қуанған екен. Бүгінгі халықаралық деңгейдегі оқиғаларға қарап отырсақ, осы ғибратты оқиғада айтылған жайтты ащы мысалын көрудеміз. Қоғам ақыл-ойдың аздығына түсіп, өз нәпсісінің құлына айналды. Жақсы жаман болып, жаман жақсы болып көрсетілуде. Секталармен күресеміз деп жүріп, онда есірткі, ішімдік деген секталармен күресуді қолдан жіберіп алдық. Лаңкестікпен күресеміз деп жүріп, идеологиялық соғыспен күресуді естен шығарып ала жаздадық. Сондықтан да жау жоқ деме, жардың астында үйім бар деп мақтанба, үй сыртында бөрі бар деген дана қазақтың айтып кеткен сөздеріне жадымызды сақтап, Алланың ұлы үміті, асыл дінімізді, аталарымыздың аманат болып жеткен кең байтақ жерімізді келер ұрпаққа таза бойында табыс етейік. Ислам жолымен жүріп, аталарымыз көрсетіп кеткен Әбу Ханифа мазхабын берік ұстанайық, ағайын.